Assalamu alaikum. Бүгін мен сіздерге сүзбелі бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды саламыз. Мұздатқыштан шыққан майымызды оңға осылай аунатып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткен сары майымыз жабысып қалмас үшін осылай қолымызбен оңға аунатып отырамыз. Және де қолымызбен осылай үгітіп шығамыз. Дайын болған ұнымызға қантымызды салып, тағы да қолымызбен араластырып шығамыз. Енді қаймағымызды, жұмыртқамызды салып, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осындай үгітілмелі қамыр шығады. Егер сізде қамыр бірікпей жатса, аз-аздан сүт құйып отыруға болады, ал менікінде жұмсақ бірігіп жатса, онда сүт құюдың қажеті жоқ. Дайын болған қамырымызды пакетке 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ыдысымызға сүзбемізді, қантымызды, қаймақ, жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Енді дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін формамыздың астына, екінші бөлігін формамыздың шетіне жабыстырып шығамыз. Шанышқының көмегімен қамырымызды тегістеп, бірге етіп шығарамыз. Дайын болған салмамызды формамызға құямыз. Енді үшінші бөліктегі қамырымызды жақсылап ұн сеуіп, қамыр жаямыз. Мен қамырымызды ұзынша етіп кесіп, мен салмамыздың бетіне тор етіп қойып шықтым. Сіздер өз қолдарыңызша әсемдесеңіздер болады. 180-200 градуста 40-50 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болыңыздар.